көрермендер. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сүйікті біздің оқырмандарымыз. Қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз қалай? Мына келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін міне Алақай Қуыршақ театры күнделікті сіздерге өз ертегісін тікелей эфирде ұсынуда. Бүгін мен сіздермен Алия Салитова өз ертегімді сіздерге оқып беремін. Тыңдауға дайынсыздар ма? Олай болса барлығымыз жақсылап отырып алайық. Ертегімізді бастаймыз. Менің ертегім былай деп аталады: Түлкі, қоян және әтеш. Білесіздер, иә? Түлкінің жүрген жері әрдайым айлакерлік екен. Міне, сол түлкінің бүгінгі айлакерлігін тамашалаймыз. Қандай қызық болады екен, соны көрейік. Ендеше мен бастаймын. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан екен, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн жылынғанда түлкінің үйшігі бірден не істепті? Еріп кетіпті. Жаураған түлкі қоянға келеді. Ой, тоңып барамын. Қоян, мені үйіңе кіргізші. Жылынып алайын, депті. Жылпос түлкі осылай алдап сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Иттер: «Ваф, ваф, ваф! Қоян, не болды саған? Неге бұлай соншама жылайсың?» дейді. Қалай жыламайын? Түлкінің мұзы еріп кетті. Менің жылағашыйымды тартып алды. Енді міне баспанасыз тентіреп жүргені. Деп қоян жылайды. Иттер: «Ваф, жылама қоян. Біз ол оңбаған түлкіні қазір-ақ қуып шығамыз», дейді. Иттер жиналып қоянның үйіне келеді. «Ваф, әй түлкі, шық қане! Босат қоянның баспанасын», дейді. Осы кезде түлкі: «Шықсам, шығайын. Бірақ мен далаға шықсам, сендерге жақсы болмайды ғой. Барлығыңды быт-шыт қыламын», дейді. Түлкі қорқытып, иттердің үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлап, тайып тұрады иттер. Үйі жоқтың күйі жоқ деген екен. Қоян қаңғи, шаршап, тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. «О,
Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? дейді. Жыламағанда қайтемін? Түлкінің мұзыйы еріп кетіп, менің жылы ағашымды тартып алды. деп қоян жылай кетеді. Жылама, жылама қоян. Мен оны қазір қуып шығамын дейді. Аю. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келіп, бар даусымен: Түлкі! Түлкі деймін! Шық! Босат қоянның үйін деп, бар даусымен ақырады. Түлкі болса пеш үстінен: Шықпаймын. Шықсам, саған жаман болады. Бат шытыңды шығарамын. деп қорқытты. Аюдың үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлайды. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастады. Қараса, жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолындағы күмістей жарқыраған шалғысы бар екен. Қоян, қоян, неге жылап отырсың? деп сұрайды. Жыламай қайтейін. Түлкінің мұзыйы еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. деп жылайды. Әтеш: жылама қоян, мен оны қазір-ақ қуып шығамын дейді. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер қуа алмады. Аю да қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. деп жылайды. Жүр, көрерсің, қуамын дейді әтеш. Екеуі үйшік жанына келді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастады. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынға шабамын дейді. Түлкі қорқып кетіп: Ой, қазір шығамын, киініп жатырмын дейді. Әтеш тағы да: шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын деп қайта әндете бастайды. Түлкі сасқалақтап: Ой, қазір, тонауымды киіп жатырмын. Асықпаңыздар, қазір шығамын дейді. Әтеш үшінші рет әнін қайталай бастайды. Түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман сауында зытта жөнеледі. Сөйтіп, қоян ер жүрек Әтештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды. Міне, қандай керемет Әтеш қоянға көмек беріп, өзінің үйіне оралдырады. Қалайсыздар, құрметті көрермендер, достар, оқырмандар, көңіл күйлеріңіз қалай? Менің ертегім сіздерге ұнап жатқан болар, иә? Олай болса, менің тағы да екінші ертегім бар. Дайынсыздар ма оқуға? Кешіріңіздер, тыңдауға. Өзім оқитын болғаннан кейін
шатасып жатырмын. Екінші ертегімнің аты Лақтың мүйізі. Ойлап қалмаңыздар. Бір өгіз деп аталады. Баяғы заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың жалғыз сиыры болыпты. Сол сиырдың сүті олардың қорегі екен. Сондықтан сиырдың бұзауы сүтке жармай өліп қала береді екен. Жылдар өтеді. Шал мен кемпір қартая түседі. Ал бұзаулардың бұрынғыша өлуі тоқталмайды екен. Қой, болмас дейді бір күні шал кемпіріне. Бір жылға бір нәрсе етіп шығармыз кемпір-ау. Сиырды саумай-ақ қойшы. Бұзауы өссін дейді кемпір. Жарайды шалау деп келісе кетеді. 3 күннен кейін сиыр бұзаулайды. Бұған қуанған кемпір мен шал қанша тарға тұрса да сиырды саумай, барлық сүтті бұзауға береді. Сүтті бір өзі ішіп өскен бұзау үлкен өгіз болып өседі. Келе-келе ол өзінің семіздігіне мақтанады. Оған мынадай ой келеді. Осындай зор денеммен сиырдың арасында жайыламын. Жоқ, бұл лайықсыз. Одан да түйелерге қосылайын. Сөйтіп, бұзау түйелерге қосылады. Өзін ерекше зор сезініп жүрген бұзау түйе болуға тырысады. Солардың жеген шөбін жейді. Олармен шөлге кетіп, сортаң жайлайды. Ақырында шөлден қатып, іші ауырып шыдай алмай, бұзау жылқыларға барайын деп жылқыларға барады. Қанша дегенмен түйеден жылқылар кішірек қой. Азабы да жеңілірек болар деп ұйғарады. Сөйтіп жылқыға қосылады. Бірақ бұл да жайлы тимейді. Солардың санатынан қалмай шауып жүремін деп титығы құрайды. Бір күні қасқырлар жылқыларға шабуыл жасайды. Жылқылар дүркірей қаша жөнеледі. Бұзау жылқыларға ілесе алмай айдалада қалып қояды. Бақына қарай қыр астында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өкірген даусын естіп, жолдасын мүйіздерімен қорғай жүріп, қасқырдан құтқарып алады. Өгіз қуанғаннан жылап жіберіпті. Тобыңнан бөлінсең, көрер күнің осы екен, депті ол жасын сүртіп. Өгіздің бұл сөзі бұзауларға тәлім болыпты. Құрметті көрермендер, осымен менің екінші ертегім соңына да келіп жетті. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Ертегім сіздерге ұнап жатыр ма? Ұнап жатса, жазып немесе смайликтер жіберулеріңізге болады. Олай болса, көп ұзамай мен мына үшінші ертегімді бастайын. Үшінші ертегімнің аты Арыстан мен Тышқан. Қандай оқиға болады екен? Тамашалайық. Ертеде
орман патшасы арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап, үстінен жорғалап жүргенін сезіп қалады арыстан. Осы кезде арыстан ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алады. Және оны өлтірмекші болып, тышқанды жұлмалай бастайды. Тышқан осы кезде жалбарынып: Тақсыр, мені өлтірмеңізші. Бір жола кешіре көріңізші мені. Білесіз бе, бір күні мен де бір қызметіңізге жарап қалармын, депті. Арыстан оның сөзіне күліп: сен өзің кішкентай бір тышқансың. Менің қандай қызметіңе жарамақсың, деп арыстан күле бастайды. Бір кезде арыстанның тышқанға деген жаны ашып, тышқанды жіберіп қояды. Тышқан байғұс қуанып: Хей, арыстан менің досым, деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ ұрып, тапырлап, ақырып, бақырып жатса да тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл хәлін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап: «Хой, лажың бар ма бұған? Лажың бар ма бұған қылар?» депті. Тышқан дереу тістерімен тұзақтың жіптерін деп кеміріп, қиып, жіберіп, арыстанды тұзақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға: мені кішкентай деп мән бермеуші едің. Міне, сені бір ажалдан алып қалдым, депті тышқан. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті. Көрдіңіздер ме, көрермендер, құрметті оқырмандар, әр қашанда бір-бірімізге жақсылық жасап жүрейік. Бір-бірімізге әр қашанда мейірімді болайық, жылы-жылы сөздер айтайық. Әр қашанда жанымыздан қиыншылық кезде табыла білейік. Келісесіздер ме осыған? Олай болса, құрметті көрермендер, міне менің 3 ертегім де соңына да келіп жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Олай болса, құрметті көрермендер, тағы да мен сіздерді мына келіп жеткен Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Осы Рамазан айында барлығымыздың дұға тілектеріміз қабыл болып, барлықтарымыз өз ойларымызға жете берейік, арманымызға жетейік, тездетіп мына індеттен құтылайық, иә достар. Олай болса, әр қашанда бәріміз бірге болайық, үйде отырайық, біз сіздермен біргеміз. Сіздердің алдарыңызда мен Алия Салитова өзінің ертегісін оқып берген. Құрметті көрермендер, мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар, амандықта қауышайық. Мен сіздерді жақсы көремін. Біз біргеміз, әрқашанда үйде отырайық.